жыл басынан Қазақстанда бірнеше ірі кинопремьера өтті. Олардың кейбірі қазақ тілінде дубляждың болмауына байланысты көрермендеріміз назарынан тыс қалып жатты. Мен халықтың пікірін бақыладым. Көрермендеріміздің біздің министрлікке бұл бағыттағы сұрақтары бар. Біз бұл мәселені ешқашан назардан жоғалтпауымыз қажет. Енді кассалық фильмдер әрдайым аудиторияға мемлекеттік тілде қолжетімді болу керек. Мысал ретінде былтырдың өзінде Мәдениет және спорт министрлігі тарапынан 3 кинопремьераның қазақ тіліндегі дубляжы шықты. Биыл біз баршаңызға мәлім мәдениет саласының дамыту мақсатында 7 жылдық тұжырымдамасын, яғни жоспарын әзірлеп, үкімет қаулысымен бекіттік. Ендігі кезекте жыл сайын кем дегенде 15 кинопремьераның қазақ тілінде дубляжы іске қосылу керек деген өзімізге міндет қойдық. Оған арнайы республикалық бюджеттен қаражат бөлінді. Арман Әлханұлы, ол мәселені әрдайым қатаң бақылауда ұстау керек. Өзіміздің әріптестерімізбен бірлесіп, бұл бағыттағы жұмысты сапалы жаңа бір сапа деңгейге шығаруымыз қажет деп есептеймін. Енді наурыз айының басында мен қазақ тілінде дубляж жасау үшін фильмдерді іріктеу ережесін бекіттім. Сондықтан ешқандай түсініспеушілік болмау керек. Қазақ тіліндегі фильмдердің қолжетімді болуы өте маңызды. Кассадағы мемлекеттік тілдегі фильмдердің пайызы, соның ішінде дубляждалған шетелдік картиналар есебінен өсуі тиіс. Алдағы бірнеше жылда 30% көрсеткішке қол жеткізуіміз керек. Сондықтан бұл бағытта белсенді жұмыс істеуіміз міндеттіміз деп есептеймін.